Әжем әдеттегі мені анама айдап салып отырады. Солай ешкімді тыңдамай үйден кеттім. Қалаға келсем, жігітім 2 күнде басқа қыз тауып алыпты. Сұрай келе ол қызыммен жүргеніне көп жыл болған екен. Жақын арада үйленейін деп жүр екен. Бұл маған 2 есе соққы болды. Мен тек төсекте пайдаланған. Оны қарғап ішімдегі бар жамандықты тіледім де кеттім. Сол ашумен баяғы әдетім клубқа бардым. Күйіктен шарапты мөлшерден көп ішіп есімді білмей бір жігітпен көңіл қосыппын. Есімді жисам, үлкен 2 этажды үйде жатырмын. Ол жігіттің есімі Нұрбек екен. Менен 6 жасқа үлкен, жеке бизнесмен, былайша айтқанда менің талғамымдағы жігіт. Енді одан барынша айырылып қалмаудың амалын жасадым. Төсекте аяғымды білдіртпей тіліп қанын жағып, оны ұрғылай жыладым. Оның есі кіресілі-шығасылы шошып оянып, не болғанын түсінбей менен тоқтаусыз кешірім сұрады. Мен мүлде кешірмейтінімді, сотқа берем деп қорқыттым. Ол менің бар қалауымды жасайтынын айтты. Менің бағым жаңғалы тұр деп қатты қуандым. Оған отбасы боламыз деп шарт қойдым. Ол үйленуге шешім қабылдады және маған ешкімге болмаған сөз салу кешін жасады. 2 жақтың туыстары кездесіп, той уақытын белгілеп төс қағысты. Әжем қатты қуанып жүр. Менің немерем бай жерге келін болады. Бағы 5 елі деп туыс-туғандарға мақтанды. Қолы жазылып, бұрынғы қарқыны қайта келгендей жүрді. Ұзату той жақсы өтті, тек анамның көңіл күйі жоқ, себебі мен оны әбден ренжіттім. Анамның орнында әжемді шығарып, анамды шеттетіп тастадым. Бұл тірлігіме күйеуім таңдана қарап, неге сонша анаңа жаусың? Ол саған не істеді деп таңқалумен болды. Анам байғұс бір ауыз үндемей шетте жүре берді. Той уақыты келді. Бұл кезде болашақ күйеуім әке-шешең құда-құдағи болып бірге тұрмаса, мен тойдан бас тартамын деп шарт қойғанда әбден ашуым келді. Бұл жайды әжеме айту өте қиын болды. Сонда да батылымды жинап айттым. Әжем басында жылап, ұрыс шығарып, ақыры рұқсатын берді. Тойымда анамның қуанған түрін көріп, менің жүрегім қатты ауырды. Анау күні ұрысқаны үшін неге сонша мені жау көрдім деп іштей өзімді жек көрдім. Арада 1 жыл өтті, мен әлі бала көтере алмай жүрмін. Өзім іштей қорқып та жүрмін. Күйеуім менің оны алдап қыз болмай шығып, және аборт жасағанымды біліп қояма деп қорқынышпен өмір сүрдім. Бірақ Алланың құдіреті шексіз ғой, 1,5 жыл дегенде көтердім. Онда күйеуіме өзім жабысып әзер түнді өткізгенбіз. Көп аса мені қаламай тұратыны анық білдіріп жүрді. Аяқ астынан жүрегім айнып, көтергенімді білгенімде көңілім орнына түсті. Біз күйеуім екеуміз бөлек тұрдық. Менде токсикоз қатты болып мазам кетті. Ал күйеуім менен қатты жиіркенді. Сол үшін де ауылыңа кетші, мені ұшындырып өлтіресің, болмаса баланы алдырт деп тағы шарт қойды. Әзер көтерген баламды қалай алдыртамын? Ол менің фишкам ғой. Анам маған барынша күтім жасап, жерік асымды дайындап беріп жүрді. 3 күнге жетпей қалаға қайтқым келді. Токсикозым басылғандай. Bir жағым менің дәрігерге көрінетін уақытым келіп қалыпты. Қалаға таңғы салқынмен жол жүріп лезде жеттім. Үйге кірген мен өз көзіме өзім сене алар емеспін. Үйімді тани алмадым. Неше түрлі іш киімдер, әйелдік емес, ер кісілер киімі, шараптар, закускалар, қонақ бөлме, нағыз жезөкшелер ордасы болып кеткендей тыржалаңаш еркектер жатыр. Бірақ қыздар жоқ. Мен қыздардың іш киіміне қарап, әйелдер бар ма деп ойлап дереу жатын бөлмеге бардым. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Мен күйеуім басқа еркекпен жатыр. Жаңа туған баладай тырдай жалаңаш. Шыңғырып жылап жібердім. Олар шошып тез заттарын жинап үйден қаша бастады. Сөйтсем бұлар топтасып бір-біріне ләззат сыйлайтын транстар екен. Менің келетімді күтпеген күйеуім дереу жуынатын бөлмеге қарай кетті. Менің қан қысымым көтеріліп, өз-өзіме келе алар емеспін. Күйеуім душтан шығып маған қарап: "Я, мен транс еркекпін, саған амалсыз үйлендім. Себебі әкем үйленбесең байлығының бәрін тартып аламын" деп миымды жегесін, әрі өзің де алдымнан шықтың деп бетіме қарап ұялмай айтып тұр. Мен кетіп қалайын десем, ішімдегі сәбиім бар. Bir жағы байлығы бар. Онымен ары қарай түк болмағандай өмір сүру керек болды. Ол кетсең де кетпесең де ризамын деді. Кетпесең негізі жақсы болар еді деп айтқан соң, менде кетуге себеп жоқ.
Ақырындап өзіме көлік, пәтер алғыздырдым, себебі алдағы өмірімді уайымдадым. 9 ай өтіп, шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Қайнатам мен енем қуанып ұлан-асыр той жасады. Бесік тойы да өтті, ал күйеуім өзінің сүйікті ісімен айналысып жүрді. Айналысқанда былай еді. Бар шындықты білген соң транскүйеуім үйге еркектерін әкеліп жүрді. Қаншалықты жеркенетінімді ешкім түсіне алмас. Кезінде мен де шалыс бастым, қателестім, бірақ мына албастылардың азғындауы тым шектен шыққандық. Неше түрлі позада түрлі нәрселер жасап, мені еститіндей дауыстар жаман енді. Ол кездері сатып алған пәтеріме кете алмадым, ішінде жөндеу жүріп жатқан. Сонымен үйдегі еркегіме келіп жүрген қатынсымағы ма, әлде қос жынысты албасты еркек келген сайын бір түрлі көзбен қарайтын, іштей сезетін. Бірде асүйде тамақ әзірлеп жатсам, артымнан келіп мойнымнан иіскеп, қандай исің тәтті, ұнатып жүрмін сені. Бізбен қосылсаң бір жеріңді сүйіп, естен кетпестей ләззат сыйлайтын боламын деп, қолдарын төмен қарай жүгіртіп барады.